Сәлем достар, бүгінгі тақырып гипертонус және гипотонус. Бұлшық еттің қатаюы және бұлшық еттің тонусының төмендеуі. Екі тақырыпты айтып өтемін. Гипертонус дегеніміз не? Гипертонус дегеніміз бұлшық еттің қатайып кетуі. Бала тырысып алады ғой, денесі тырысып қатты болады ғой. Ол көбінесе іштен пайда болады, жалпы іштен пайда болады. Іштен мысалы ата-анасы бірдеңеден қатты шошынып қалса, сол кезде мысалы үймен ұрысса деген сияқты мысалы болады ғой. Или бір жерде ауыр көтеріп қойса, балаға әсері бар да ғой. Бала шошынып қалады, іштен тырысып қалады бүйтіп. Және де витаминдердің жетіспеушілігінен де болады. Основной жаңалардан болады ғой. Оны қалай анықтаймыз? Жаңа диагностика жасап аламыз. Алдыңғы видеода көрсеткендей диагностика жасап аламыз. Бірінші полный балаға диагностика жасайсыз. Басын, аяғын, қолын, ішін бір көріп шығасыз. Сосын массаж бастаймыз. Массаж бастағанда қолынан бастауға болады, немесе аяғынан бастауға болады. Мен аяғынан бастаймын, негізі основной. Қолынан көрсете берейін. Май жағып аласыз. Май жаққанда да қалай? Аллергия бермейтін май. Оливковый, қызыл май. Ата-анасынан сұрап аласыз, майға аллергиясы жоқ па деп. Мысалы жасайын жатқан Джонсон Бейби деген орысшам қолданбай ақ қойыңыздар. Қызыл май немесе оливковый масло. Майды жағамыз. Гипертонусқа. Гипертонусқа майды жағамыз. Кәдімгі тырысып тұрады бүйтіп, кәдімгідей бар ғой. Майды жағамыз. Бүйтіп неғылған кезде гипертонуста жібермейді, негізі қолын бұлай жібермейді. Наоборот, бүйтіп тырысып тұрады кәдімгідей. Қатты нагрузка салмайсыз, легкий. Кәдімгідей алақанын полный массаж жасайсыз, кәдімгі жұмып тұрады алақанын. Сол кезде бас бармағыңызбен жайлап алақаннан бастайсыз. Алақаннан бастайсыз, асықпай, саспай, баланы бүйтіп неғылып, бала кішкене жылауы мүмкін, гипертонусы бала тырысып жылауы мүмкін. Өйткені денесін ұстағанды жақтырмайды. Тырысып тұр ғой денесі. Тем более алақанын ашатын болсаң. Кішкене алдастырып, алақанына жасайсыз. Сосын жайлап саусақтарына өтесіз. Алақанын ашқаннан кейін саусақтарын ашасыз. Әрқайсысын. Бөлек. Мына жақтан мамасына алдастырып не аласыз. Массаж бастамай тұрып, обязательно қолыңыз жуып аласыз, ұмытпаңыз соны. Міне көрдіңіз ғой, саусақтармен жасап отырмын. Сосын мына саусағы жұдырығы жұмып тұрады ғой, гипертонуста. Сол кезде бұлай міне өстіп ашып гимнастика жасайсыз. Ашып. О балаға неприятный болады, бірақ осыда кәдімгідей көмегі тиеді. Түсіндіңіз ғой, кәдімгідей қол ашылады, алақаны. Бірден ашылып кетпейді енді, уже 2-3 күннен кейін жайлап уже ашылып бастайды. Арнайы алақанына жасайсыз өстіп. Алақанына жасап боласыз ғой полный. Сосын сыртына өтесіз. Сыртына тоже тағы бір өстіп шығасыз, әр саусақтан өстіп тартып шығасыз, үстінен бастайсыз. Ешқандай қатты құрғақ қылып жасамайсыз, қатты шылқытып та жібермейсіз. Нормально қолыңыз жүріп тұрса болды. Үстінен жайлап бастайсыз міне осылай. Ешқандай қиындық. Қатты мыжғыламайсыз, сосын гипертонуста қатты мыжғыламайсыз. Легкий. Қатты мыжғылау болмайды. Легкий кетеді. Ешқандай қиындығы жоқ. Баланы алдап, кішкене мына жерінде бүйтіп неғылып тұру мүмкін. Сол кезде қатты бірден ашып қалмайсыз былай. Жай жасайсыз бұндай жерлеріне. Жай ашылады өзі. Қорықпаңыз, өзіңізге бұлай қорқып жасайтын болсаңыз, массажда бала да оны сезеді. Бала сезеді, сосын жылайды бала. Қорықпай өзіңізге уверен жасаңыз. Полный қолға осылай массаж жасайсыз, ешқандай қиындығы жоқ, кәдімгі легкий өтіп. Сосын массаж жасап боласыз ғой. Примерно бір 2 минут, 3 минут қолына, әр қолына да. Массаж жасап болғаннан кейін мынандай гимнастика кетеді уже. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Бір қолыңызды мына иық жағынан ұстап тұрасыз. Основной енді 1 жасқа дейін ғой, 6 айға дейін. Гипертонус дегеніміз жалпы 4 айға дейін қалыпты жағдайда болады көбісінде.
4 айға дейін да. 4 айдан кейін кейбір қалыпты жағдайда кетеді ол. Кейбіреулерінде сол кетпей қалады. Түсіндіңіз ғой да? Соған невропатологтар массаж береді ғой, короче. Массажбен, емі массаж гипертонустың. Осылай қолына гимнастика жасайсыз, былай. Мына білегіне жасайсыз қолының. Ешқандай қиындығы жоқ. Кәдімгі қарапайым адамның жасаған адам жасайды. Сосын ана қолына да тоже солай жасайсыз. Сөйтіп аяғына өтеміз. Так, енді аяғынан бастаймыз. Аяғынан бастасаңыз да болады, қолынан бастасаңыз да болады. Мен негізі көбінесе аяғынан бастаймын. Өзіңізге қалай ыңғайлы, солай. Түсіндіңіз ғой да? Осылай аяғына май жағып аламыз, тоже. Май жағып аласыз. Май жағып болғаннан кейін осылай табанға жағасыз майды. Сіздерге анық көрініп жатыр деген ойдамын. Осылай табанына массаж жасайсыз. Табанына жасаймыз. Табанына 7, 6, 8 деген әріптерді қосасыз міндетті түрде. Оның пайдасы өте көп. 7, 6, 8. Көрдіңіз ғой да? Алақан, то есть табанына жасап болғаннан кейін әр саусақтарына жасайсыз. Әр саусақтарына жасайсыз. Гипертонус балдарда кейбірде жаңа айттым ғой, гипоксия болса, аяқтарын неғып болады бетіп. Аяқтарын. Көрініп тұр ғой да? Бүгіп болады естіп. Осыған да жасап өтесіз міндетті түрде. Жалпы общий классический массаж жасалады балаға, общий массаж жасайсыз. Біреулерінде мысалы мынандай болады. Қолында гипертонус бар тек, бірақ аяқ жағында жоқ. Сондай балдарда болады. Бірақ общий массаж жасалады міндетті түрде. Біреулерінде тек аяғында болады гипертонус, ал қол жағында болмайды. Сондай жағдайларда кездеседі. Бірақ балаға обязательно общий массаж жасалады. Табан кеткеннен кейін жайлап үстіне саусақтарын. Бірақ общий массаж жасалады, осы гипертонусына көбірек көңіл бөлесіз да. Түсіндіңіз ғой да? Сабақ түсінікті болады деген ойдамын. Арасында ұйықтап кетпесінде осылай шапалақ ұрып тұратыным бар. Осылай жасайсыз. Қатты мыжғылау болмайды, есіңізде болсын. Ол гипотонуста, гипотонуста айтып өтем. Қатты мыжғылау ол гипотонуста. Мынада легкий тек бетін, бұлшықеттің бетін жасайсыз. Бұлшықеттің бетін жасайсыз. И элфкалар жүреді тоже. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Көрші мен қолды тез қимылдатасыз ғой. Уже бұда. Легкий да, легкий беті. Гипертонуста. Есің гипертонусқа жасап жатырмыз қазір массажда. Гипертонусқа жасап жатырмыз. Ешқандай қиындығы жоқ. Примерно бір 10-15 минут жасайсыз. Егер бала жыламай спокойно жатса, 20 минутқа дейін созуға болады. Түсіндіңіз ғой да? Екінші аяғында солай жасайсыз. Енді баланың арқасына өтеміз. Аяғын бітесіз, қолын бітесіз. Арқасына өтеміз. Май жағамыз. Май жағамыз. Массажды бастамай тұрып, есіңізде болсын кішкене денені қыздырып аласыз обязательно. Қандай массаж жасасаңыз да, мысалы машинінде бірден айдап кетпейді ғой, қыздырып алады, су көтерілгенше. Сол сияқты бұл денені де қыздырып аласыз. Қан айналым жүру керек денеде. Қан айналым жүргеннен кейін керемет болады. Денені қыздырып аламыз, май жағамыз, сосын міне денені қыздырып аламыз. Көрдіңіз ғой да, осылай.
денені қыздырып аласыз. Содан кейін барып массаж кетеді. Міне, уже легкий да. Уже арқаларды қорсып тұрады гипертонуста кейде. Мына жерлері, желкелері полный қорсып тұрады. Осыларға жақсылап жасайсың. Егер түсінбей жатқан жерлеріңізді WhatsApp желісінен сұрасаңыздар болады. WhatsApp желісіне жазып, түсінбеген сұрақтарыңыз болса егер. Бізге ең бастысы нәтиже сіздің осы массажды үйреніп алып кетуіңіз. Осы бір массажды үйреніп алдым деп, өмір бойы осы бір массажбен жүре бермейсіз. Әлде де біліміңізді жетілдіруіңіз керек. Тағы да курстарға қатысып, мен өзім мысалы 7 жыл болды, жыл сайын 1 рет 2 рет оқып тұрам массаж курсында. Сол сияқты сізде өзіңіз біліміңізді жетілдіріп тұруыңыз керек. Міндетті түрде. Осылай легкий ғой, легкий бұлшықет жасайсыз. Бұлшықет жасайсыз. Істеп арасында массажбен ұйықтатып жібересіз. Қызым ұйықтап қалды. Балаға приятный болса, конечно, ұйықтайды. Бірақ гипертонус бар балдар ұйықтай қоймайды ау. Тырысып жатады ғой, өйтіп жылап, әрең шыдап. Көрдіңіз ғой, осылай мына омыртқаға тиіспейсіз, есіңізде болсын, омыртқаға тиіспейсіз. Омыртқаның екі жанын. Общий массаж жасалады, общий массаж көрсеткенімдей. Бірақ гипертонуста көбірек айттым ғой. Ең бастысы гипертонусында көбірек мән бересіз. Бұлшықетті босату сіздің міндетіңіз. Полный легкий бетін. Тоже аяқтарында солай. Ендігі тақырып тоже гипотонус. Гипертонуста жаңа айттым ғой, тырысып тұрады. Ал гипотонуста наоборот бос болады. Балық салық етіп. Түсіндіңіз ғой да? Бос болады. Бұлшықеті кәдімгідей бос болып тұрады. Оған массажды уже мыжғылап жасайсыз. Элфкалар қосасыз деген сияқты. Мыжғылап жасайсыз. Қызым ұйықтап қалды ғой менің. Көрсете берейін, тура жаңағындай общий массаж жасалады. Бірақ мыжғылап жасайсыз да, міне былай. Қаттырек мыжғылап жасайсыз бұда. Общий массажда көрсеткенімдей мыжғылап жасалады. Сіздің міндетіңіз, мақсатыңыз бұлшықетті қатайту, қалпына келтіру да, бос денені. Кәдімгідей қатаяды. Общий массаж жасайсыз, кәдімгідей, бірақ кішкене мыжғылап жасайсыз да. Жаңа гипертонуста легкий бетін жасайсыз дедім ғой. Айырмашылық сол ғана бұда. Уже бос кішкене, бұлшықеттің кішкене мыжғылап осылай уқалайсыз кәдімгі. Осылай. Тоже аяқтан бастайсыз. Аяқтан бастайсыз. Сосын қолдан, потом арқа, потом аяқ. Тағы да аяқ жасалады. Арқа өткенде. Омыртқаға тиіспейсіз. Гипотонус бұл, есіңізде болсын, гипотонус. Гипертонус бөлек, гипотонус бөлек. Екеуінің айырмашылығын біліп алыңыз деп бір тақырыпқа қосып отырмын. Осылай кішкене мыжғылау арқылы жүреді бұл. Сол аяқтарында тоже солай мыжғылау жүреді. Жалпы бүгінгі тақырып осы.
гипертонус пен гипотонустың айырмашылығын түсіндіңіз деп ойлаймын. Общий массажды етекті көрдіңіз, общий массаж жасалады солай. Бірақ гипертонус пен гипотонустың айырмашылығын біліп алыңыз дегенім ғой. Гипертонусқа легкий жүреді, элфкалар қосасыз деген сияқты. Түсіндіңіз ғой да? Гипотонуста тоже мыжғылайсыз. Гипотонуста мыжғылайсыз керісінше дегенім. Уже мыжғылаған сайын дене бұлшық ет қатаяды. Екеуінің айырмашылығы сол. Келесі тақырыпта жолыққанша.